Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Үш аралдағы ауруханада жұмбақ жағдайда 3 бала қайтыс болды. Әжесі немересінің өз аяғымен барғанын айтты. Үш арал қаласының бір топ тұрғыны көреміз бағдарламасынан араша сұрайды. Айтуларынша, аудандағы жалғыз ауруханада балалар хирургі жоқ. Сол себепті аз уақыттың ішінде денсаулығына шағымданған 3 бала жұмбақ жағдайда қаза тапқан. Соның бірі Айымның ата-анасы. Көреміз бағдарламасында толығырақ мән-жайды айтты деп хабарлайды Массагет.кз. Анасының айтуынша, дәрігерлер нәрестенің қандай дертке шалдыққанын ота жасау барысында ғана анықтаған. Балам ауырып барғанда дәрігер ішін басып көрді де аппендицит қой деді. Сосын мен шыныңды әйтпесе ішіңді кесет дедім. Сосын мен қызымның киімдерін апарсам отаны жасап тастаған. Отадан соң бала оянды, бірақ анализ алмаған. 5-ші күні каспомер құйды. Бала өзгеріп бастады. Мінезі басқаша болды, қарсыласып, қырсығып бастады. Оны 4 сағат бойы құйған, сол құйғаннан бала мүлдем тұрмаған деді анасы. Әжесі немересінің өз аяғымен барғанын айтты. Немеремнің жасы 5-те еді, бұған дейін еш жері ауырмады. Ауруханаға бала мен келінім апарды. Отадан соң бала оянған, сөйлескенде жақсы болды. 6-сы күні ұлым үйге жылап келді. Айсұлуды жедел түрде облыс орталығына апармаса болмайды деді. Отадан кейін бұлай қалай болғанына таң қалдым. Бала жетпей қалуы мүмкін деп ескертті. Үшарал аудандық ауруханасының хирургі Жандос Мырза ота жасады, деді әжесі Бағиза Мамырбаева. Дәрігердің айтуынша, баланы отаға 2 сағат дайындаған. Баланы отаға кіргізер алдында 2 сағат дайындадық. Система салдық, анализдерін алдық. Орта есеппен 30 минут ота жасадық. Каспофер сұйықтығын құйдық, бірақ ол зиянсыз. 2 күн ғана салдық. Олардың гемоглобині көбею үшін арнайы көрсеткіш болады. Балада бастапқыда көрсеткіш жақсы болды. Балаға әрбір дәрі ата-анасының рұқсатымен салынады, деді Жандос Құсайынұлы. Аурухананың орынбасары бала отадан таза шыққанын айтты. Бұл бала отадан жақсы шықты, ешқандай асқыну болған жоқ. Бұл ауру бауырға, бүйрекке, басқа жерге әсер етеді. Баланың миына әсер еткендіктен бала қайтыс болды. Дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасады, деді аудандық аурухана басшысының орынбасары Дүйсенғали Сейтқалиұлы. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалған. Видеомыз кеңінен тарап, қажетті жерлерге түсін, лайк түймесін баса кетіңіз. Комментарияға ой-пікірлеріңізді жаза кетіңіз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.